Сәлем баршаңызға достар, біз бүгін құлпынайдан өте дәмді рулет жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен жуып тазаланған құлпынай, електен өткен ұн, шекер, сұйық май немесе ертілген сары май, сосын тұз, қопсытқыш, ванилин және 3 дана жұмыртқа керек болады. Ең алдымен таза құлпынайымызды блендерге саламыз. Оның үстіне шекерімізді салып аламыз. Шекердің азғантай бөлігін саламыз. Өйткені қазір қамырымызға да қосамыз. Блендерімізді қосып, құлпынайымызды жақсылап езіп аламыз. Міне біздің құлпынайымыз осындай су сияқты сұйық болу керек. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек-бөлек ажыратып аламыз. Бұл жерде ең басты айта кететін жайт, жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы керек. Және де бөлме температурасындағы жұмыртқаны ағынан сарысын ажырату өте қиынға соғады. Сол үшін өте абайлап жасаңыздар. Жұмыртқан сарысын үстіне тұзымызды саламыз, содан кейін сұйық майымызды құйып аламыз, сосын жаңа қалған шекердің жартысын саламыз. Одан кейін жаңағы дайындалған сұйықтығымызды саламыз да венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы қанды еру керек. Өздеріңіздің қалауларыңызша осындай розовый краситель қоссаңыздар болады. Мен азғантай ғана краситель қостым. Оның үстіне қобызытқышты және ванилинді қосып жақсылап араластырып аламыз да. Жаңағы сұйық массамызға ұнды бөліп қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай біркелкі масса шығу керек. Одан кейін жұмыртқаның ағын миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқаны миксерлеп жатқанда шекерді аз-аздан қоса отырып, миксердің ең үлкен жылдамдығына дейін көтеріп, миксерлеп отырамыз. Біздің жұмыртқаның ағы құйылған ыдысымыз тап-таза болу керек және миксердің венчиктері де таза болу керек. Өйткені ондай май, су бірдемелер қалып қоятын болса, мынандай аппақ пена шығуы қиынға соғады. Ыдысымыз төңкергенде төгілмейтіндей қою болу керек. Міне біздің ағымыз дайын. Енді жаңағы массаға лопатканың көмегімен салып араластырып отырамыз. Жоғары төмен етіп араластырамыз. Қатты қысып немесе тез араластырудың қажеті жоқ. Соны ескеріңіздер. Міне біздің массамыз осылай болып шығады. Сосын духовканың противеніне пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қамырымызды жайып алып шығамыз. Негізі менің қамырымның түсі қоңыр сияқты болып тұр. Өйткені менің құлпынайларымның түсі қоңыр, қаны қызыл сияқты түс болды. Сіздердің клубникаларыңыздың түсі қандай болса, қамырларыңыздың да түсі сондай болады. Енді 180 градуста шамамен 20-25 минуттай қамырымызды пісіріп аламыз да. Сосын пісе салып, осындай матаның көмегімен рулеттің пішіне келтіріп орап аламыз. Пергаментпен де орасаңыздар болады, пергаментті шешіп алып та орасаңыздар болады. Ең бастысы бұл жерде жылы күйінде, яғни ыстықтау күйінде орау керек. Өйткені рулетіміз формасын жоғалтып алуы мүмкін. Енді бұл рулетке қалаған кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Мен қаймақты кремді жақсы көргендіктен қаймақты крем жақтым. Оның ортасына құлпынайды бөлшектеп бөліп арасына қосамыз да рулетімізді құпты етіп әдемілеп орап аламыз. Енді бұл рулетімізді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа немесе бір күнге кремі сіңу үшін қойсаңыздар болады. Сосын қалауларыңызша әсемдеп аласыздар. Рулетіміздің әдемі болу үшін шет-шетін кесіп тастаймыз да рулетімізбен шай іше береміз. Рулетіміз өте нәзік, жұмсақ болған. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.
Мына рулеттен еще құлпынайдың иісі аңқып әп-әдемі болып тұрады. Сондықтан міндетті түрде мына рулетті сіздер дайындап көрулеріңіз керек. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Раушан. Каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.